Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз Pinduoduo сайтына регистрация жасаймыз. Ол үшін Google-ға немесе Play Marketке Pinduoduo деп скачать етіп аламыз. Скачать еткен бойда осы жерде тұрған қызыл кнопканы басамыз. Астындағы көк сызықты басып, өзіміздің телефон номерімізді міндетті түрде жазып, регистрация жасаймыз. Егер де сізге бірден SMS келмесе, уайымдамаңыз. SMS кішкене күтесіз, келеді. Болмаса, екінші телефон номерді толтыру арқылы SMS келтіруге болады. SMS келгеннен кейін осылай Pinduoduoдағы жаңа бірінші телефон номеріңізді жазасыз. Телефон номеріңізді жазғаннан кейін код жазасыздар. Өздеріңіздің телефон номерлеріңізді жазып болған кейін сіздерге код келеді. Код автоматты түрде келеді. Сол жерге кодты жазып, регистрация жасаймыз. Регистрация жасап болғаннан кейін Pinduoduoның ішіне кіріп, өзіміздің қалаған товарымызды заказ берсек болады. Осы жерде қыздар заказ беруден алдын міндетті түрде карточка тіркейміз. Карточка тіркеуді мен сіздерге келесі сабақта көрсетем. Мен сіздерге қазір заказ жасауды көрсетем. Ол үшін главный экран, яғни Pinduoduoның бетіне кіріп, поиске өзіңізге қажетті заттарды жазасыздар. Мысалы, сізге не керек? Көйлек керек па? Қаласаңыздар Google переводчикқа жазасыздар. Қаласаңыздар қазақшалап жазсаңыздар да шығарып береді. Осылайша осы жерден, мысалы, мен мына посуданы заказ берейін, я? Осы посуданы көрдім. Осы жерде таңдайсыңдар. Егер де сіздерге осы посуда сататын дүкеннің магазины қажет болса, осы жерде тұрған мінекей дүкеннің үстін бассаңыздар, магазинге кіресіздер. Яғни бір магазинші өзінің Pinduoduo сайтында бірнеше заттарын сатады, я? Соларды көріп, бір магазиннен бірнеше товарды бірден заказ берсеңіздер, заттарыңыз бірге қосылып келетін болады. Осы жерде өзіңізге ұнаған товарды таңдап аласыздар. Достар, осы жерде ұмытып кетпеңіздер. Мысалы, сіздерге мына скатер ұнап қалса, астында тұрған жүрекшені басып қойсаңыздар, ол автоматты түрде корзинаға сақталып қалады. Дәл қазір ақшаңыз болмаса да, ақшаңыз болған кезде заказ беріп алсаңыздар болады. Осылайша осы жерге кіріп, мысалы, мен мына скатерді заказ берейін деп жатырмын, я? Мысалы, мына жерде тұрған 4 юан деген ол өзінің бағасы емес. Мына жерде қазір таңдаған кезде басқа баға шығады, ойлап қалмаңыздар, 4 юан тұрады екен деп. Неке осыны таңдаймыз. Осы жерде сіздерге қанша сантиметрлік дастархан аласың дейді. Мысалы, 40-та 60 аласың ба, 80-де 120 ма деген сияқты өздеріңіз таңдап аласыздар. Мысалы, мен мына жерде 90-да 90, 120-да 120 деп дастарханымды столымның көлем бойынша таңдап алдым. Осы жерде қызылды басасыздар. Енді қараңыздар, сіздер мысалы 19 юанға дастархан алсаңыздар, үстіне плюс 2% қосылып 21 юанға сатып аласыздар. Сосын осы жерде карточка жазған кезде, Pinduoduoға карта тіркеген кезде сіздер ұмытып кетпейтіндей пароль енгіздіңіздер, ойлап таптыңыздар, я? Сол парольді жазамыз, сосын карточканың артында тұрған 3 санды кодты жазып заказ бересіздер. Заказ бергеннен кейін сіздің товарларыңыз, қыздар, неге түседі? Жаңағы жолға шығады. Яғни Pinduoduoның главный экранына өтсеңіздер, мысалы, қараңыздар, мына жерде главный экранға өткен кезде сіздің товарыңыз бірінші сағатта тұрады. Бірінші сағатта тұрады. Мысалы, мен кеше заказ беріп қойғам. Ал сосын мына жерде машинаның суреті, яғни грузовикке барады. Ол кезде уже продавец товарды складқа апарды деген сөз. Товар жұлдызшаға өткен кезде уже сіздің товарларыңыз Алматы складына немесе шекарадан өтіп келіп қалды деген сөз. Сосын Pinduoduoдан заказ берген кезде, қыздар, міндетті түрде сайтта слежка деген болады. Соған трек кодтарыңыз тіркеп отырыңыздар. Себебі товар жоғалып кеткен жағдайда сіздерде сол трек код арқылы жаңа растайсыздар.